жарық достар, кеш жарық өзіңіздер қауым. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Бірлігі жарасқан бір топ жастар еліміздің түкпір-түкпірінен келіп, бүгін Шымқалада. Қала күніне орай ұйымдастырылып отырған Шымкент қаласы әкімінің атындағы республикалық КВН фестиваліне қош келіпсіздер. Біз фестивальді бастаймыз. Қымбатты достар, биыл алғаш рет республикалық деңгейде өтіп жатқан КВН фестиваліне еліміздің бірнеше қалаларынан жас командалар келіп отыр. Сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі фестивальге түсетін командаларды таныстырып өтсек. Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы нөмірі 8-ші мектеп гимназия. Көңілді жігіттер, Шымкент қаласы. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты Ыбырай шәкірттері КВН командасы, Арқалық қаласы, Қостанай облысы. Шымкент қаласының намысын республикалық деңгейде қорғап жүрген Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Барыс КВН командасы. Республикамызға танымал тағы бір команда Қазақ көлік коммуникация академиясы, Жұмыр КВН командасы, Алматы қаласы. Сыр елі, жыр елі, Қызылорда жастар құрамасы, Қызылорда. Шымкент әлеуметтік педагогикалық университеті Аялдама КВН командасы, Шымкент. Қазақ көлік коммуникация академиясы, Ақтөбе колледжі, Экспресс КВН командасы, Ақтөбе. Академиялық инновациялық университет, Аюдың қонжықтары, Шымкент қаласы. Алматы облысы, Панфилов ауданының құрамасы, Бессаусақ, Жаркент, Алматы облысы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, жастар құрамасы, Шымкент қаласы. Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз 2000 КВН командасы. Биылғы жылы Азияда кубогын жеңіп алған Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының құрамасы, Арыс КВН командасы. Және халықаралық Қазақ-Түрік университеті құрамасы, Түркістан, Рухани Астана, Түркістан қаласы келген қонақтарымыз. Ал енді күндізгі өткен іріктеу сайысынан осы командалар тікелей сайысқа жолдама алды. Қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Бүгінгі қазылар алқасының құрамында Қазақстан Шымкент телеарнасының басшысы Ғалым Омарханов ағамыз. Бүгін көзілдіріксіз, бірақ көзілдірікпен жиі танитын әншіміз Бақай тобы Бек Шәріп. Белгілі КВНші, клипмейкер, имиджмейкер, біраз мейкерді атағына ие болған Жәнібек Жанқарай, өзіміздің жігіттер. Қазақстан КВН одағының көркемдік жетекшісі, редакторы Достаев Марат. Және қазылар алқасының төрағасы, Шымкент қаласы ішкі саясат бөлімінің басшысы Болатбек Төлеген. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымызға арнайы қонақтар келіп отыр. Бүгін әрине Шымкент қаласы әкімі атындағы кубокқа мына 13 команда таласады. Олай болса, бүгінгі сайысты ашып беру үшін алғаш рет республикалық деңгейде ойын ұйымдастырушы Шымкент қаласы әкімі Арман Жетпісбаев мырзаны ортаға шақырамыз. Қымбатты жас достар, құрметті қонақтар, құрметті жарысқа қатысушылар, сіздерді шын жүрегімнен қала күнімен құттықтаймын. Біріншіден біздің қаламызды шын мәнінде
мынау жастар қаласы деп айтсақ болады. Бүгінгі таңда біздің қаламызда 161 мыңнан астам жастар тұрады. Сонымен қатар мынау 40-тан астам жоғарғы оқу орындарында, арнаулы оқу орындарында 90 мыңнан астам студенттеріміз бар. Бұл жағдайды біз әрине де мақтаныш тұтамыз. Әрбір қалада осындай көп жастар болса деп армандайтын шығар. Бүгін енді осы қала күні қарсаңында арнайы осы республикалық конкурсты ұйымдастырып отырық. Есенел Үлкен мырзаға қала әкімдігінің атынан осы ұйымдастыруға атсалысқан үшін үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет сіздерге. Қайбір қалада болса да, жалпы біздің республикамызда елбасымыздың саясатының арқасында жастарға ерекше көңіл бөлінуде. Бізде де мынау біздің қаламыздың әкімдігінде, жергілікті атқарушы органдарда да жастар үшін көп жұмыстар, жастарға байланысты, осы жастар саясатына байланысты, жастар мәселесіне байланысты көп жұмыстар атқарылуда. Жылдан жылға сайын мынау жергілікті бюджеттен бөлінетін қаржының да көлемі көбеюде. Егер де айтып өтсек, егер былтыр мысалы үшін 1,5 миллион теңге қаржы бөлінсе, биыл 7 миллион теңге бөлінген. Мынау қоғамдық көлікті жеңілдету үшін 52 миллион теңге бөлінді. Білесіздер, мынау жол картасы бағдарламасы бойынша елбасының тапсырмасына сәйкес 150 миллионнан астам қаржы бөлінген. 1800 біздің жастар тәжірибе алу үшін жұмыс орындарына жіберілді биылғы жылы. Сонымен қатар, мынау біз бүгін мақтаныш тұтатын биылғы жыл негізі жастар үшін жақсы жыл болды деп есептесек, айтсақ болады. Неге десеңіз, жыл басынан бері мынау көптеген әлеуметтік нысандар ашылып жатыр. Облыс әкімі Асқар Исабекұлының тапсырмасына сәйкес, сол кісінің бастамасымен біздің қаламызда мынау шамшы әлемі іске қосылды. Неке сарайы, жастар аллеясы дейміз. Енді ардагерлер, әрине де енді ардагерлер аллеясы да бар. Ол енді тікелей егерде жастарға байланысты нысандарды айтып өтсек, жақын арада бізде мынау тюльпан жаңадан фонтан ашылады, мынау Әуезов атындағы университеттің алдында. Спорт аллеясы, мынау біздің ең үлкен қаламыздағы Дендра саябағында жастар жұбайлардың аллеясы да іске қосылатын болады. Оның бәрін әрине де біз мақтаныш тұтамыз. Сонымен қоса, кеше ғана біз мынау жастар облыстық жастар орталығында болдық, жастармен кездестік, ой пікір алысып, талай өзіміздің атқаратын жұмыстарымызды ортаға салып ақылдастық. Сол жерде мысалы биыл бірінші рет мынау арнайы жастар үшін, жастар орталығы үшін жаңа ғимарат іске қосылып тапсырылды. Міне. Енді мен тілейтінім, болашақта да осында көмек қолдау көрсетіледі. Мынау жастарға бүгін арнайы ұйымдастырылған кеш көңілді өтсін. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Сіздер бүгін жақсы, қызық ойын көрсетеді деп сенеміз. Ал мынау бүгін біздің жанкүйерлер, жастар бүгін осы кешке қатысып отқан. Сіздермен бірге жақсы көңілді кеш өткізейік. Тағы да қала күні мерекесі құтты болсын. Құрметті Арман мырза, біз енді кішкене тарихымызға оралса, қазақша КВН осы республикалық деңгейде тек облыстық әкімшілік тарапынан ғана көмегімен өткізіп жатқанбыз. Биыл алғаш өзіңіз бастап осы республикалық деңгейде КВН фестивалін өткізіп жатырмыз. Бұл да болса сіздің арқаңыз. Сондықтан да әрқашанда жастардың жанашыры болып қалуыңызды тілейміз. Біз бұл сайысты арнайы әр жыл сайын Шымкент қаласында өткізуге дайынбыз. Бүгін бірінші осындай жарыс болып жатса, болашақта да егерде жыл сайын осы қала күнінің қарсаңында өткізетін болсақ, мүмкін жақсы бір дәстүрлі осындай жарыс болады деп сенемін. Біз әрине де біздің қала әкімдік тарапынан, біздің қалалық мәслихаттың депутаттары бар, біздің қаладан сайланған облыстық мәслихаттың депутаттары бар. Жалпы қайбір мемлекеттік орган болса да,
біз әрқашанда осындай бастаманы қолдауға дайынбыз. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Қымбатты достар, олай болса, біз бүгінгі фестивалімізді, яғни сайысымызды бастаймыз. Жастар, жолдарың болсын. Бәрекелді. Қымбатты достар, бүгінгі сайысқа түсетін командалардың өздерінің белгілі бір деңгейде жетістіктері бар. Соларды сіздерге таныстырып өтейін. Биыл Алматы қаласында өткен Азияда кубогының мектепаралық жеңімпаздары нөмірі 8-ші мектеп гимназия көңілді жігіттер КВН командасы фестиваліміздің ашылу салтанатында. Көңілді жігіттер. Әділдік орнасын, әділдік орнасын, әділдік орнасын. Біз бүгін бүкіл оқушылардың аттарынан мұғалімге деген назымызды айтамыз. Мұғалімдер, сіздер неге бізден ремонтқа, краскіге, борға деп ақшаны жинап аласыздар да, ал кейін өздеріңізге той жасайсыздар. Әділдік жоқ па? Жоқ! Мұғалімдер, сіздер неге жиналысқа келмеген ата-аналарды өз балаларын ойламайды деп айтасыздар? Әділдік жоқ па? Жоқ! Айналайын ағалар, кім осы мектепті 12 жылдық қып жүргені, мектеп бітіріп болғанша қартайып кететін болдық. Әділдік жоқ па? Жоқ! Ене шынықтыру ағайлар, неге бізге ек қоясыздар, ал әдем қыздарға 5 қоясыздар? Содан кейін 10-ші класстың қыздарын 6 сабақтан кейін алып қаласыздар. Әділдік жоқ па? Жоқ! Мұғалімдер, сіздер неге маған ек қойыңыз? Сен өзің оқымайсың ғой, бар аняға. Мен осы түсінбеймін, неге староста қыздар 9-ші классқа дейін әдемі, 9-ші класстан кейін әдемі емес? Өй, мен не сонда әдем емеспін ба не? Әділдік жоқ па? Жоқ! Ребята, я не понял, что такое әділдік? Здесь әділдіка нету! Ең алғашқы махаббат басталады партадан. Айка, қалайсың? Жақсы. Айка, кешегі тестен қанша алдың? 5. Мен 3 алып қанем, Айка, көмектесересің ба? Қойш. Айка, жыламаш. Қойш. Өтініш, сол өтініш мұрындай алмай қалдым ба, Айка? Таксиге ұстап жібересің ба? Қалай жерем? Мақұл. Кейін Айка, не бай, сен ағаң бар ма? Бар. Кім ол? Анау 11-адағы чемпионшы. Қайсы анау шашы ұзын боксер ма? Иә, дәл осы. Онда Айка керек емес қой. Өзім үш алып жүре берем, керек емес. Nokia телефондағы жылан ойны. Тоқтат! Не болды? Мұнда тағы да жылан башық тұр. Оба. Өздеріңіз білетіндей, мектепте жылдар сайын форма үлгісі өзгеріп тұрады. 1-ші және 5-ші сынып арасындағы форма үлгісі міне былай болады. Қоңырау болып қалды, сабаққа бару керек, қоңырау болып қалды. Ал енді 5-ші және 8-ші сынып арасындағы форма үлгісі. Қоңырау болып қалыпты ғой, сабаққа барайын. Ал енді 9-ші және 10-ші сынып арасындағы форма үлгісі. Қоңырау болып қалды ма не? Қой, 2-ші сыныпқа барсам. Ал енді 11-ші сыныптағы форма үлгісі. Ұбытға дайындау керек, ұбытға дайындау керек. Жүз мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша соғылған мектептердің бірі. Шағырайып, оқымайсың сен, қосамайсың, аламайсың. Шағырайып, сен кейінен білесің ба, Шағырайып. Шағырайып. Кім? Бұл ән сабағынан беретін апайымыз ғой. Тоқтаңдаршы. Осы түсінбеймін, 100 мектеп, 100 аурухана дейді. 100 мектеп салып тастаған, бір мектепте жалғыз өзім. Мысалға, сен кімсің? Директормын. Сен кімсің? Ән-пәннен беретін апайым. Анау кім тұрғанын сұрайық, бір бұрышта. Ол біздің дене шынықтыру сабағынан беретін ағайымыз. Ой, шаршадым мен, осы түсінбеймін. Ақша жинайтын кім? Шағырайып. Уборка істейтін кім? Шағырайып. Екі алатын кім? Шағырайып. Шаршадым, келдім мен бұл мектепте. Шағырайып, жаным, ау кетпеші сен. Неге? Айлықтан айырылып қаламыз біз. Шаршадым оқуға бұл мектепте. Қайтеміз кредитті төлеу керек.
Онда 5 қоясыздар ма? Иә. 2 алмаймын ғой, иә? Иә. 11 сыныпқа дейін осындай болады ғой? Жоқ. Баланың арманы тәтті арман. Сонымен біздің балдардың арманы. Құрметті шенеунік мырзалар, бүгінгі дөңгелек үстелге жиналған себебіміз мен білім және ғылым министрі ретінде білім заңына біраз өзгерістер енгізбекшімін. Ең бірінші сабақ сағат 11-де басталып, 11-ден 5 минут өткен кезде аяқталуы тиіс. Дұрыс. Екіншіден, биология, алгебра сынды қиын сабақтардан жас әдемі практикант апайлар сабақ беру тиіс. Yes. Үшіншіден, сабақтан 5 аған балаға бонус ретінде асығандан 2 самса берілуі тиіс. Yes. Төртіншіден, біз өзіміздің ата-бабаларымыз сияқты 13 жастан үйленуіміз керек. О, yes. Елбасымыз айтпақшы, біз 3 тілді меңгеруіміз керек. Соған байланысты біздің мектепте 2-ші сыныптан бастап ағылшын сабағын өтеді. Good morning, children. Good morning, teacher. Stand up, please. Sit down, please. Jump, please. Ойнап жатыр, please. Who is on duty today? I am on a duty today. Today there was a woman, Sunny. All are present. And why you can stay in corner? He was noisy. Aha, Shulagansky. And to write a test, I go out. Boys. What? Brad Pitt is now beautiful. Arman Jet5 is beautiful. Yes, children? Yes. Arman Jet5 is Pussycat Dolls. Angelina Jolie, Britney Spears. Yes, children? Yes. Arman Jet5 is the best man. Yes, children? Yes. Arman Jet5 is Superman. Spider-Man. Yes, children? Yes. Arman Jet5's costume shower made in China. Yes, children? No. Arman Jet5 is costume shower made in Kudalıq. Yes, children? Yes. Arman Jet5 is good. Good. Children, you are over? Yes. Söz sonunda biz sizlerge. Yükeleriniz tozbasın. Мендей қатарша сөйлеңіздер. Мендей денсаулық. Аспандарыңыз ашық болсын. Езулеріңізден күлкі нышаны кетпесін. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Ақшаларыңыз көп болсын. Біз сияқты балдарыңыздың қызығын көріңіздер. Бұл тілектерді құрметті көрермендер сіздерге арнаймыз. Келе жатқан қала күні құтты болсын. Бәрекелді рахмет. Қала күнімен тағы да құттықтаушы бір команда қонақтарымыз Ыбырай шәкірттері. Арқалық қаласы, Қостанай облысы. Арқалықта оқимыз, КВН-де ойнаймыз. Арқалық туған қаламыз, шырқатып әнге саламыз. Олғызлықта қаламыз, бірігіп әнге саламыз. Арқалықты қаламыз, жайқалған жасыл қаламыз. Аман келді әлі би, қорғап өткен арқалық. Алғаш Ыбырай мектебі, ашқандай ма арқалық. Журналистабан Назипа, туып өскен арқалық. Сұлтан Махмұт Ахметов, жырлап өткен арқалық. Қымбат достар, алдарыңызда Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты Ыбырай шәкірттері КВН командасы өз өнерін көрсетеді. Туған күнімен Шымкент, Қайырлы Шымкент. Туған күнімен Шымкент, рахмет. Туған күнімен Шымкент, рахмет. Қойш Асқат, Шымкентке тұққасың жоқ қой сенің. Неге мен Шымкенттемін? Дәлелде. Дәлелдемей саған аудандарын айтып берейін ба? Арыс, Созақ, Сайран, Сарғаш, Түлкібас, Ордабасы, Бәйдібек, Шардара, Қазығұрт, Отырар. Сенбейміз. Жарайды онда белгілі бір аудандардың ішіндегі ауылдарын айтып берейін. Мысалы, Мақтарал ауданын алып қарасам, орталығы Жетісай қаласы. Жетісай қаласының оңтүстік бөлігіне өтсе, Қарақайдың 1-2, 3-і, 4-і, Победаның 2-і, 3-і, одан кейін Саққұлдың 1-і, 2-і, одан кейін Қоғалы, солтүстік бөлігіне өтсең Интер, Интерден кейін Арайлы, Арайлыдан кейін Бетонка, арзан төмен бағада Кемсанат, одан кейін Жеңіс. Қысқасын айтқанда бір-біріне шектес жатқан ұлан қайыр дала. Картадан жақсы болатта Шымкенттікім деп қояды да бізге. Сенбейміз. Ондақ шындақ деп жүрегімді ауырта берме. Адам бірге адамнардан yaxшыdır, адам бірге хайуаннан yaxшыdır. Яна бір кәпірә деген болсаң, бүрнең астынан шындақны ұрамын, вертолет болып ұшып кетесің. Яна бір тілімді ауырта болсаң, тілімді үйріліп алғанда, исән оған қолға ұшатаман ярамас. Ышансаң, ышанбасаң ышансаң. Артық айтсам, кешір, ауазыңды өшір. Сонымен достар көреміз екі құрбақанның әңгімесі. Құрысаң өзің құры.
көреміз, өзін жек көретін жігіт. Ой, сорлақ маған, бейшара. Ал енді өзін жақсы көретін жігіт. Ай, жақсы, тәтті бар ғой. Достар, көреміз, Шымкент қаласында бір мейрамханада болған оқиға. Ассалаумағалейкум. Меню бар ма? Жоқ. Борщ бар ма? Жоқ. Пельмен бар ма? Жоқ. Салат бар ма? Жоқ. Сок бар ма? Жоқ. Сіздерде не бар өзі? Ештеңе жоқ. Пальтомды берші кетейін. Пальтом да жоқ. Қымбаттастар, көреміз, ішкі және сыртқы істер министрлерінің әңгімесі. Ассалаумағалейкум, Асеке. Қалай жағдайыңыз? Жақсы, не болды? Іште не жаңалық болып отыр? Іште жаман жаңалық болып отыр. Қандай жаңалық ол? Ит дегеннің барлығы арам заттар жеп ит құтырып отыр. Иттерді қоя тұрышы, мына бастықтардың өзі бар ғой, арам ақшаны жеп олар да құтырып отыр. Bir шара қолдану керек мұны. Ату керек олардың бәрін? Ату керек. Осы Асеке сізге қояр сұрағым, иә? Қой. Біз мұнай өндіреміз, алтын өндіреміз, күміс өндіреміз, алюминий өндіреміз, иә? Соның барлығын арзан бағаға шетелге сатамыз. Ал қымбат бағаға олардан киім сатып аламыз. Осы жағынан ұтылып отқан жоқпыз ба? Ұтылып отқан жоқпыз ғой негіз біз. Мысалы, ол киімдер Қазақстанға келеді, Қазақстандағы әрбір отбасына таралады, әрбір отбасына тұңғыш бала келеді, тұңғыш баладан кейін ортаншылар келіп шығады, ортаншылардан кішкентайлар келіп шығады. Ол жарамай тесіліп қалған кезде еден жуатын шүберек болады. Шүберекке де жарамай қалған кезде ошақтың астына жағатын тамызық болады деп өзіміз жұбатайып жүреміз. Құрметті қазақстандықтар, осылай өз-өзімізді үміттендірмей, өз байлығымызды өзіміз қолданайық. Және де адам өмірге келгенде жылап келеді, өйткені оның қинайтындар көп. Адам өмірден кетерде жылап кетеді, себебі өйткені қимайтындар көп. Құрметті достар, бір-бірімізді қимай жүре берейік. Рахмет, қымбатты достар, ары қарай жалғастырамыз. Ортада биылғы жылы республикалық премьер-лига ойындарының жартылай финалистері атанған Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Барыс КВН командасы. Ассалаумағалейкум, Шымкент. Шымкент, туған күн құтты болсын. Мынау амандасудың түр-түрі көп, Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, сәлем берді, қалайсыңдар бар ғой? Мынау ауылдағы 80-шілер қалай аманса деген көрейік. Жақош қалай? Жақош брат қалай? Қалайсыңдар, жігіттер, жақсы, амансың ба, бәрі қалайсыңдар? Осы амандасу ма? Міне, ассалаумағалейкум, ол қызы Қауғар, жұлдызы Шауқар, қымызы Суат еті, қуат еңселі, бар қазақтың баласы. Біз атамыз алаш болған, керегеміз ағаш болған, қазынамыз мал, қағидамыз ар, иманымыз бар болған. Шайтанның шайымен, шошқанның майымен де шаруамыз болмайды. Кешірің! Яға тамадан табуға сендері? Кімең ғой, басыш кімеңді? Баспай, кеттік ендеше. Бірінші әзіл, қазақтардың балаларын, кішкентай балаларын сүндетке отырғызады. Сол дәстүр Қытайларда бар екен, көрейік. Уача! Уача! көреміз, арман қарай. Қытайдың мастері мен Шымкенттің жетін жекпе-жегі. Шымкент қаласының туған күні, яғни туған күнге әр мөлтек аудан жиналуда. Қақтасына бергендері, бүгін туған күн кендір, болдыр. Қалай, Север, Восток, Евразия, Карла Маркс, Тунел, Аганек, бәрің барсыңдар ма? Қалғандар қақта?
ойбай, мынау атасы несі? Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум. Не алып жүрсіз бұяқта? Шымкенттің туған күні еді ғой бүгін. Сонымен? Енді? Шақырдың. Қай баласың сен? Нұрсәт. Ашу берші. Ашу берші ата. Сіз кімсіз? Атаң старый көрдім. Старый көрдіңіз ба? Бергел. Ау. Қатын көпірді айтып жүрші, қатын көпірді. Көке, қатын көпір анаяқта, гәтте бар, анаяқта. Бар. Қалғандар қаяқта. Не өмір түгел жүрмейсіңдер? Ей, оппо. Жәке, 112 қалайсыз? 112, жақсы ма? Аман-есенсіз ба? Жақсы. Отырсақ қара кепсің ба? Нормально жүрсің. Қарындастарым ғой. Пожалуйста, самал 1, самал 2, самал 3. Ана вечердің гүлі қаяқта? Кім? Өмірі отырыстың гүлі ше, олсыз қыз болмайды. Анау ма? Анау ше, анау, бар ғой. Осы! Анау ма? Жоқ, ол ата емес. Ол қошқар ата емес. Анау ше, анау. Акация! Күлдер! Күлдер әлем дейсің? Гүліңнен айналайын сенің гүліңнен. Қалғандар қаяқта? Жөніміз. Бәрі бұл жерде кіздір так, былайға. Қайсылар? Қайшы бар? Қайшы бар сен өмір өсесің бе? Қайтпейм бар. Қайтпа дейм. Қайтпайдың кімсің сен? Қайтпассың ба? Бергел оны. Былайға. Бам-бам-барам-бам. Біз боқтап барасың. Кім нау? Бам ба? Былайға. Неғып тұрсыңдар. Қуаныш иесі. Шымкент келатыр, қарсы алайық. Шымкент. Жаманат. Сөйдім. Квартираға барып қатын көпірді. Мен астың ерім жығырап, үстің ерім жығырап. Екеуміз анадан жаңа туғандай баладамыз енді. Екеуміз ше жаңағы білегінен ұстап енді жат. Шымкент, туған күнің құтты болсын. Жігіттер, ары аргомтыға бара беріңдер сендер. Туған күнің құтты болсын. Өзіңнің тілегіңді айт халыққа деген. Менің қуанышым ол сіздердің қуаныштарыңыз. Кет ендеше. Осы соңғы әніміз Шымкенттің әрбір жас әдемі, жігіті де, қызы да. Осы әсем әнімізді осы залдағы Шымкенттің барша руынан кет ендеше. Сұлусың ба сән қыздар, сүйкімді де ән қыздар бар. Сұлулық сөздерге жарасқандай жан қыздар. Сіздер менен билейміз, сіздер менен күлейміз. Күліп ойнап бәріміз бақытты өмір сүреміз. Ғашығымсың қыздарға, асылымсың қыздарға. Жүректерді тербеткен арманымсың қыздарға. Қыздар біздің сәніміз, арналады әніміз. Қоштасамыз сіздермен, сау болайық бәріміз. Рахмет, Барыс КВН командасы, қымбатты достар, бүгінгі қала күні мерекесімен тағы бір құттықтауға ие болған команда Қазақ көлік коммуникация академиясы, Жұмыр КВН командасы Алматы. Қайырлы кеш Шымкент! Қала күндеріңіз құтты болсын! Мен бастадым, амандасып, мен де өзің бір амандасып кет. Мен амандасып, уақыт ұстап жатпаймын, мен бірден күлдіре берем. Күлдіре берем? Қалай? Сен де сөйт, уақыт ұстап жатамыз ба амандасып? Сен үстін күлдіре бер, мен астын күлдіре берейін. Уақыт өте аз. Уақыт аз. Күлдіреміз, сөйтейік онда. Аналар жаңағыларға айтады. Жоқ, не деймін қамекес. Бар сыртты күлдіре бер. Сол оп дегенге қаш серді сен, жарты грам керек жоқ маған. Не болды сендерге? Біз күлдірейін деп жатырық, мен астын, ал үстін. Бәрі комик бұлардың. Бізде тактика бар, күлдіру тактикасы. Бұларда тактика бар. Қазақстан футбол құрама командасында тактика жоқ, бұл екеуінде тактика бар. Маған адасып жүрген тактика екен түсінбейсің. Әдемі міне. Маған тактика ол. Уақыт өте аз. Уақыт өте аз. Енді аз болса айтса 2 сағат тұрдық уақыт өте аз. Айтамыз ғой. Айт. Уақыт аз. Мынаған айтып отырмын, сен астын күлдіре бер деп отырмын. Мен үстін күлдіре берейін деп отырмын. Міне. Жұртты квенчіктер әзіл ойнайды. Біздің квенчіктер өзбектер сияқты стройкада жүрген. Сен патолог істей бер, мен полын төсей беремін деп. Ортасында кабельмен істей берейін. Сен сыртын сыба бар, сабаның көптеуі, мен саған лайт асып тұрам. Сол ба сендерге керегі? Подсобник десей. Подсобник.
Міне құрметті көрермендер, әйтеуір стройкада жүрсек те бірлігіміз жарасып жүрген еліміз. Сондықтан да сондай бірлігіміз жарасып. Жоқ, Хамеке, ең болмаса рекетер болсана. Бандит туралы әзіліміз сол бандит туралы ойнақ та бит. Рекетеріңді қойсын, жинасын. Бөлісіп жатырмыз ғой. Астын күлдіреміз, үстін күлдіреміз деп. Сыртта біраз адам кірамай қалып кетті, сен соңын күлдірші бар. Бір сүт. Бар. Сыртты қоя бер, ішті қарық қош сен. Бір екеуі ғана әшейін көңіліміз үшін әйтеуір жыртындап отырып Алматыдан келгенде. Не? Бандит не болды деймін да? Айналаң қой, бандиттің чиздір. Сен Мәдени Астанада тұрсын. Айналаң, Мәдени Астана Алматы еді ғой. Қоя берсе, айда берсе. Мақтай берсе, мақтаған жақсы көреді. Мәдени Астанада. Мұнайлы Астанада. Мұнайлы Астана Ақтау еді ғой. Бір тегі сабаның көттен қозып сыбаш бар ба? Ей, бұлар мақтаған жақсы көреді. Мақтаған жақсы көреді бұл Шымкент. Кубок беріп атса нең кет, алда кет. Ойбай, кубок сен балдармен мұртыңды балда шауып атыр ба? Мақта, мұнайлы алғапты, әкімі жап жас деші. Жап жас. Әкімі жап жас. Үзілейін деп тұр деші. Сұп-сұлу. Үзілейін. Бетінен сүйіп алғы келек деші. Сұп-сұлу. Не деген сөздер? Арманы. Шәмші деген айлай аштық. Жастар дамай берсіндік. Өте әдемі сөздер. Не деген сөздер? Ода тұрған не? Жалғастырайық. Сонан арғаша тамашалаймыз. Келесі көшеде болған жағдай. Сен миниатюраңды қой айналайын. Миниатюраң басқа командалар ойнайды. Мына жерде әкімшіліктен келген адамдар отыр, кісілер. Үлкен кісілер. Жыртың әтіп квен ойнап, сонау Алматыдан келген деген атымыз бар. Бір спектакль жанрында бір қойылым көрсетейік осы жерде. Драма. Мен өзім 5 рет сахнаға шығып отырмын Шымкентте. Бір күлдірген адам емеспін мен. Мен сенемді күлдіре алмайтын ба қазір уже. Өтпейді. Содан кейін спектакль қойып, өзім біз де өкпелемейміз, халықты өкпелемейді. Әдем ойна. Әдем ырза болып кетейік. Хабарла. Болса не қылайын? Депутатпен болған сұхбат дейсіз? Келесі тамашалайтынбыз. Баш. Өмірі бір. Хабарласың. Сонымен депутатпен болған сұхбат. Ал енді депутат аға бірінші сұрағымыз қойып кетсек, мынау Қазақстан экономикасы жайлы не айтып кетесіз? Агентке қыжыр. 22 рет түсір, ағыр түсіріп қалдың бір. Меріңізге қойайық деп. Қыжыр. 22-сін бір-ақ түсір. Жүресің ба сол тұштықтап? Сұрағың басынан қойш, сен шиқылдай бермей тұр одан кейін. Қазақстан экономикасы жайлы бір-екі ауыз сөзіңіз. Жайлы экономиканы Шәмшін алып сон жауап жатырмыз. Әдемі, өте әдемі, астарлы жауап. Не деген жауап? Өте әдемі жауап болды. Сен түсіндің бе бірдеңеге? Түсінбедім ешін. Сен ше бірдеңе түсіндің бе? Не сөзің? Не түсіндің? Мен дегенде басқа ештеңе айтқан жоқпын ғой. Осылар осындай. Бір әкім депутатты көрсе болды, жырып ет күле береді. Шындықты айту керек. Бетке, өтірік болса да музыка оқып қойсын осы жерде. Ары қарай жалғастырамыз. Әңгімесі өте көп адамның темекі шегуі. Содан жаңа айтқан ғой Сәулебекке. Не дейді Сәулебек? Сен анау нең болмайды дедім. Жазыңыз, дейсіз бар ма? Бар. Сен анау не газ факториге жарамайды дедім базарға. Бақанда екі өгізі қай жерде сыйдырасың басын сәтірін жазыңыз бұл. Сыймайды ғой газ. Сыймайды, жақсы нең бар менің сөзімде. Сен жаңа 9-да кел деген мен оған. Жоқ, мен 6-да кел деген. Оған 7-де кел дедім. Сіз 6-да кел ағасыз. Ол әтәгерлет. Сіз 6-да кел ағасыз. Әйелінен қорғадым бәл екен ғой. Әйелінен қорғадың адам екен. Ол 7-де кел аған. Ол 7-де. Сіз 6-да кел ағасыз. Азақ сағат 6-да дірдектеп. Мен жаурап, ада екі бұға бір-біріне қарап жаурап. Үшеміз тұрмыз сайда жаурап. Сіз 6-да кел ағасыз. 6-да келім, жақсыз. Сонымен тұрмыз, бері тұрмыз. Енді, мен Сәулебекте қызық. Бір қызық адам. Жоқ, өзің ойлаш, мен дұрыс па, дұрыс емес па? Бір тегі мұжып бір бәлен тұрып алады екен. Не қылдың мұнаны? Өлім сүретіп бір жағамайды шекпей ме? Арыншы, дұғыл жабала! Ал енді Шымкент қаласының бір дүкенінде болған жағдай.
Салмас апай, маған 2 булкадан беріңізші. 2 булкадан мінекейіңіз алып кетіңіз. Салмаса, майонез кетші. Майонез кетші. 1000 теңге беріңізші. 1000 теңге, 1000 теңгемді әкел. Сонымен ары қарай жалғастырамыз. Мынау барлығымызға белгілі, мына Шымкент қаласының әкімі ауысты. Сол әкімшіліктің алдында тұрғындардың шағымдануы. Не деген сөз? Болмайды. Не деген сөз? Анан көбейтіңдер анан. Мынаны көбейтіңдер. Көтеріліс. Сон әкімнің алдына барған екен, айтыңдар. Тілдерін жұтып қоймай. Ал енді құрметті көрермендер, Алматы қаласынан келген жұмыр КВН командасы. Рахмет. Сау болыңыздар. Бәрекелді, рахмет, қымбатты достар. Енді көріслес жатқан облыс, Қызылорда облысы жастар құрамасы өздерінің сәлемдесулерімен. Қызылорда. Орманды қала Қызылордадан жалынды сәлем. Қымбатты достар, қазіргі кезде жастарымыздың барлығы автобуста үлкен кісілерге орын бермеудің амалын жасап, ұялы телефондарынан әуен тыңдап отырады. Сонымен көреміз автобуста болған оқиға. Мына жастар не болып кеткен орын бермейді. Түргеп тұрып үлкендер, кіші отырған жараспас, тәрбие көрген ұл қыздар, ізеттік жолдан адаспас. Түргеп тұрып үлкендер, кіші отырған жараспас, тәрбие көрген ұл қыздар, ізеттік жолдан адаспас. Түргеп тұрып үлкендер, кіші отырған жараспас, тәрбие көрген ұл қыздар, ізеттік жолдан адаспас. Алло? Түргеп тұрып үлкендер. Қымбатты достар, сонымен көреміз, дүкен тонайын деп жатқан ұрылар. Тұлы! Сал, анасы. Нан сал, камеран сал. Сал. Не сал батсың? Сал. Ақшан бәр сал. Сал ақшан бәр. Сал. Не керек? 2000 теңге. 2000 теңге сал. Сал 2000 теңге. Тағы не керек? 500 теңге алсаш? 500 теңге сал, 500 теңге. Сал. Қанша болды? 300 теңге. 300 теңге ма? Жа 500 теңге берсей? Қымбатты достар, тауық ұрлап бара жатырған апа. Ұрлаған жоқ сен, өзі артынан қамат салып алды сұмке, не болды сен? Шымкент қаласының ең сұлу екі қызы. Осы біз айтып отыр. Түнгі клубта болған оқиға. Қарындас, беріп қояқ та. Қарындас. Не? Берейік деймін да. Не? Берейік? Не? Қарындас, дискотекке билеуге келдіңіз ғой? Билемеймін. Билейік қарындас. Билемеймін. Дискотекте бәрі билейді ғой? Билемеймін. Неге? Үйде биліп шыққам. Қымбатты достар, Құдай сақтасын, Шымкент қаласының мегацентріне бомба қойып кетті. Дәл сол бомбаны өзіміздің қазақ саперларымыз алу үстінде. Бомбаның жарылуына 5 минут уақыт қалды. 5 минут жарылу. Капитан мырза, қызыл сымды кесіңіз. Жапшайын ал, бомба кесіңдер қой, жапшай
Жоқ, капитан мырза, айттым ғой, ақты кесіңіз. Жоқ, капитан мырза, ана сарыны кесіңіз. Жоқ, ақты кесіңіз. Көкті кесіңіз, көкті. Сарыны. Ой, сендер тұсау кесетқан жоқсыз ғой, бомба кесіңдер. Қош. Сарыны кесіңіз. Қызылды кесіңіз деймін, капитан мырза. Арада 1 сағат өтті. Мұны 5 минуттан кейін жарылатын бомба. Китайский бомба ағайын, китайский. Құрметті шымкенттіктер, құрметті әкім мырза. Мынау қаланың туған күніне жігіттер мен Шымкентке керемет те бір сыйлық келдім. Керемет сыйлық. Оны біздің әкім береді. Керемет сыйлық. Не алып келдің? Тал алып келдім. Тал алып келдім. Не алып келдің? Тал алып келдім. Бір. Өзі Қызылордада бар, 3 ақ еді, оны 2-ін қалдырып, 1-ін алып келдің ба? Жалғызсыратып. Байғұс. Құрметті көрермендер, негізі бұл жігіт шатасып тұр. Біз Шымкентке тал алып келген жоқпыз. Шымкенттен тал алып кетуге келдік. Сіздермен болған талға минусқа кіріп кеткен Қызылорда жастар құрамасы. Келесіне текстіген бар. Өмір баршаңа, тілегі қыздың орда, армандарымыз орындалсын әрқашанда. Бақытты өмір баршаңа, тілегі қыздың орда, армандарымыз орындалсын әрқашанда. Күндерінің қымбаты, болсыншы мәңгі шуақты, көрермендермен қоштасады қымбатты. Рахмет, қымбатты достар, енді тағы бір шымкенттік командаға кезек береміз. Ортада республикалық жайдарман орталық лигасының финалистері атағына ие болған Шымкент әлеуметтік педагогикалық университеті Аялдама КВН командасы. Құрметті көрермендер, Аялдама КВН командасы сіздерді туған күндеріңізбен құттықтайды. Бірден айта кететін жай, біздің спонсорымыз Бекжан базардағы Қасымхан аға. Кожный куртка сатып алыңыздар, Қазақстанда жасалған. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым жігітке тән сән жыр жасайды. Құрметті достар, бірден әзілге көшейік. Сонымен солтүстік Қазақстанның жігіттері өздерінің қыздарын қалай еркелетеді деген. Жаным Жәмила, жан Назира, алтыным, күнім, түнім. Ал енді өзіміздің оңтүстік Қазақстанның жігіттері қыздарын қалай еркелетеді деген. Жаным жан Назира, алтыным, күнім, ай, жап. Бір күйайы, бес қалампыр, бір күйайы, бір таразы. Сіздердің көргендеріңіз іші пысқан пажарниктер. Бір күйайы, бес қалампыр, бір күйайы. Құрметті достар, келесі әзілді хабарлаудың керегі жоқ, өздеріңіз көріп түсініп алыңыздар. Сигнал тамаша! Ал енді бізде жарнама. Егер сенің ішің пысып жүрсе, егер сенің ақшаң болмай жүрсе, егер сен жалғыз сұрап жүрсең, маған хабарлас. Дарбыз егеміз. Бір күйайы, бес қалампыр, бір күйайы, бір таразы. Құрметті достар, Шымкенттен Астанаға автобуспен жол жүріп баратқан жігіт. Арада 3 сағат өтті, 7 сағат өтті, 9 сағат өтті, 1 күн өтті, 1,5 күн өтті, бала қатты қиналуда, 2 күн өтті. Көптен күткен Астанаға да келіп жеттік. Құрметті жолаушылар, орнымыздан түсеміз. Бір
бес қалампыр бір күйайы. Енді бір сәт киноға көз жүгіртейік. Менің атым Қожа фильмнен кішкене ғана көрініс. Бұқашым, мен қазір сені Жанар Нино қарап айтайын, сен Жанар Нино қарап қаш. Сөйтіп мен сені айдағансып, Жанарды көрем. Мақыл-мақылды бұқашым. Чу. Бұқа, аппақ қара бұқа. Қожа? Жанар? Қожа, қайдан жүрсің? Мына тентек бұқашым сен үйіне кіріп кеткен екен, соны айтайын деп жүргенім ғой. Қожа, сен қателесесің. Сенің бұқаң маған күнде келеді. Бір күйайы, бес қалампыр бір күйайы. Құрметті достар, жаңа жылда бүкіл әлемнің президенттері өздерінің халықтарын құттықтайды. Сонымен Қырғызстанның президенті өзінің халқын құттықтауда. Жақындама. Жаңа жылдарыңмен бақытты болуды түсіндір ме? Денсаулықтарың мықты болсын, жақындамаңдар маған. Бұқа, қайдан жүрсің? Бір күйайы, бес қалампыр бір күйайы, бір таразы. Рахмет, қымбатты достар. Қазақстан КВН одағы атынан Шымкент қаласы әкімдігіне алғысымызды айтамыз. Мұндай сайыстар Шымкент қаласында жиі бола бермейді. Сондықтан да қала күнімен тағы құттықтайтын кезекті бір командаға кезек береміз. Ортада Қазақ көлік коммуникация академиясы, Ақтөбе колледжі, Экспресс КВН командасы Ақтөбе. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépense. Рамазан, бірден өзіміздің стиліміз бойынша ұрыс бастайық. Мысалы, сен өзің айтасың, қазақша сөйлеңдер, қазақша әуендер қосыңдар деп. Ал мына қосқан жаңағы әуеніміз не? Қазақша әуен? Қалай ол қазақша әуен? Бұл француздың әуені. Бейімбет Майлин жазған қазақша әуен. Қалай Бейімбет Майлин жазған оны? Бейімбет Майлин қандай тақырыптарды көп қозғайтын болған? Кедейшілік туралы, кедейлер туралы. Енді оның мына әуенге не қатысы бар? Тыңдап қарашы сен әуенді. Qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes. Олай болса, айтпақшы, менсіз Шымкент қалай болып жатыр? Рамазан, сенсіз Шымкент, Путинсіз Ресей сияқты. Қалай сонда? Бәрі керемет. Кеттік ендеше. Сонымен құрметті көрермендер, 10 жыл бойы артқы партада отырған жігіттен өш алып отырған қыз. Қалай жақсы ма Өте оқымысты екі жігіт саябақта. Сіз абай жолын оқығансыз ба, абай жолын оқымағансыз ба? Мұхтар әуезов, ол сондай жазса қалай түсіндірсем екен? Мен отырып түсіндіре алмаймын оны. Абай жолын басын оқымағансыз ба? Бала абай ағаларымен атпен шауып келе жатыр, ол жерін оқымағансыз ба? Ана жерші бала абайды сүндетке отырғызады, ол жерінде оқымағансыз ба? Бала абай сүндетке отырғанда абай жылап, ой бетіп қиындық көргенімше, әйел болып туғаным жақсы емес пе дегенде шешесі, ей әйел болып бала босанбайсың ба? Сонда вообще қиын емес пе дегенде абай жылауын тоқтатады. Қандай керемет, бұнда оқымағансыз ба? Сіз деген Мұқағали Мақатаевты оқығансыз ба? Онда оқымағансыз ба? Қалай түсіндірсем екен сізге? Мен оны сөзбен сізге жеткізе алмаймын. Мен логин жазғанын кешке жазып жіберемін. Ау құс, қанатым қатты мойным бос. Иса тайдан айырылып, жалғыздықпен болдым дос. Көл құрығы сен едің, сен де айырылдың көліңнен. Ел құрығы мен едім, мен де айырылдым елімнен. Сені көлден айырған, лашын құсын тепкіні. Мені елден айырған, хан жаңбырдың епкіні. Ау құс, айтып айтпай не керек? Құсалықпен өтті ғой, Махамбеттің көп күні. Нижний пробел F92 жазып алдыңыз ғой, а? Сонда сіздің пароліңіз қандай? Мен паролім ба? Пифагор теоремасын білесіз ба? Пифагор теоремасы. Онда білмейсіз ба? Қалай түсіндірсем екен? 4612-ні 84916 қалып, 952-ні алсаңыз мен паролім шығады. Кешке хабарласам. Ауылдың жігіті өзінің қызын ағасымен таныстыруда. Жан таныс қой, мына мен ағам. Алда қызы курткосынікі ба? Жоқ, жаным, ол үлкен ағамдікі ғой. Шыққаннан қорқады. Милиционер ағамыз өзінің баласын ұлттық бірыңғай тестке дайындауда. Балам, бірінші сұрақ, Абай Құнанбаевтың әкесінің аты кім? Білмеймін, әке. Абай Құнанбаевтың әкесінің аты кім? Білмеймін, әке. Абай Құнанбаевтың әкесінің аты кім? Білмеймін, әке. Кім Абайдың әкесінің аты? Құнанбай. Құнанбай, дұрыс. Оны қайдан танисың, Оны қайдан Горячая линия для взрослыхта жұмыс істейтін қыз ата-анасымен ұялы телефон арқылы сөйлесуде. Алло, қызым, қалайсың? Жағдайың қалай? Менде бәрі жақсы. Өзіңіз қалайсыз?
Қызымна студент болып жатсың, студенттік өмір қалай? Иә, мен студентпін, мен ыстық студентпін. Жатақханада тоным жатым, жылыт мені. Қызым, оқуың қалай, сабағың жақсы ма? Жоқ, мен сабағым нашар, ор мені, ор! Ару қыздар, ән қыздар, сұлу қыздар, күн нұрынан нәр алған. Достардың арасында ерте есетін балалар болады. Сондай бала балабақшада. Құрмет жолдастар, құрмет отандастар, елімізде мұндай жағдайлар болып атқанда, біздің ойнап отқанымыз ұят болар. Мысалы үшін біз Батыс Еуропаға... Неге Батыс Еуропа? Неге Батыс Еуропа? Балалар тыныш. Балалар тыныш. Түс көздеріз ұйықтаймыз. Апай, біз әзір жаспыз, сіз бізді ұйықтатпаңыз. Ертең біз ел ағалары боламыз. Сол кезге бізге ұйықтайтын уақыт мынадан жетеді. Болмайды, ұйықтайсыңдар ма? Ұйықтайсыңдар. Ұйықтайсыңдар. Сабырға келейік, құрмет отандастар, құрмет жолдастар. Қазір біздер апайымыздың айтқанында бірер сағат тынығып алайық. Сонан соң мемлекеттік мәселелер шешуге тағы да кірісерміз. Келістік пе? Иә. Ал достарым жол болсын, дастарханым мол болсын, денсаулығым зор болсын. Мінекей құрметті отандастар, қаламызға қоңыр күз де келіп жетті. Күз айында барлық құстар жыл жаққа ұшып кетеді. Ал біз құстардың қателігін жасап ұшып кеткіміз келмейді. Кім қалай түсінеді? Академиялық инновациялық университет Аюдың қонжықтары. Қала әкімінің кубогы күзде болса да, біздің көңіліміз әлі көктем. Сәуір айы келгенде тәуір болып, көңіліміз бір болды. Ебін тауып, алым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, сен отырсың осында қонжықтарды көргелі. Әзіліміз ұнаса, көрермендер тыңдаса, осындайда күліп қалып айтып жүргін көргенше. Ортамызда қонжықтар, Сәлем, Шымкент! Жақсылап амандасайық. Алдымен ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Қазір бір минут. Жігіттер, мынау біздің команда келген жаңа ойыншы. Бүгіннен бастап бұл бізде ойнайды. Кім бұл? Кім бұл? Кім? Кім бұл деме, не бұл де? Кім? Кім? Бұны танымайсың ба? Танымаймын. Бұл Қазылар Алқасындағы Маратпен бірге ойнаған көз тимесін КВН командасының ойыншысы. Қала әкімі Арман Жетісбаевтың туған інісі Азамат Сәдуақас. Ойбай! Фамилиясына қарасай сен. Кәні? Сәдуақас Жетісбаев қастай. Інісі ма? Мақұл, бұл командаға кіргеннен не пайда бұны? Не пайда? Артық асқазан яңмасын. Міне, біздің команда, міне. Тұр! Хей! Қаланың түрінің иті шығып кеткен ғой айналайын ау. Мынау Жолбарыс Тибуриннің жас кезі мені біледі ау. Тико. Мақұл, ол кірді командаға Азамат ше. Оны шұбыртай олап, Азаматтан не пайда? Не пайда? Бұдан пайда көп. Ең бірінші, бұл біздің команданың сұлулық символы. Ойбай! Әлкен, айтшы. Мынау ғой біздің сұлулық. Ой, сұлулық не амашын? Командада мен барда сұлулық туралы әңгіме болмасын. Сұлулық бетте емес, жүректе емес пе, ағайын? Ойбай. Сұлулық бетте емес, жүректе деп, жүрегін қалып бетіңен жабыстырасың, төк кет тұрасың кейін. Одан қайта біз, бірлігіміз жарасқан команда емес сізді. Бәріміз бірге ойнайық. Кеттің ана. Ендеше алғашқы әзіл өмір бойы ән айтып жүрген ағамыз кондуктор бопты. Көреміз. Огонек бізде колыс электронға жол тартамыз. Ей қарынды Самалбек жан, біз бір жерде жолыққанбыз. Нанане адасып қалма бәріне. Заправез 5 теңгесін бермейтіндер ескермесін. Сұлу қыздар менен ұстап олай бұлай теңселмесін. Нанане
Ал бикештер отырыңдар, түсіп қалма, есікті жап, нананы. Ал ендеше көріңіздер, ақымақ кондуктор. Кешіріңіздер, мен өтіп кетемін, мен автобустың ішінде кондуктормын. Кешіріңіздер, маған орын беріңіздерші, мен осы автобустың кондуктормын ғой мен. Әдемі. Так, Гүлжан, түсеміз. Жалғастырамыз, қарапайым кезекте болған жағдай, яғни очередь. Кешіріңіздер, кім соңы? Мен соңы. Олай болса мен бірінші. Студенттер түнгі клубта. Жанары оттай жанып, жүрегімді шоқтай қарып, сұлуларды көргенімде Қыздар, құр билегенше таныспадық па? Құр танысқанша билемедік па? Қыздар, түнгі клубта не істеп жүрсіңдер? Ой, студент екенімізді тойлап. Бірінші курсыңдар ау дейме? Жоғы, үшінші курс. Бәсе, түрлерің айтап кетіпті. Айт демекші қыздар, айтта қайда боласыңдар? Айтта түріміз айтап кетеді, өзіміз үйде боламыз. Жоқ, қыздар, енді мына құр тұрғанша таныспадық па? Мен атымды айтып кетейін, менің атым Әлкен Алехандро десеңдер болады. Жұмахан, мен әкем атол. Жаурап кеттім. Қыздар, қай жерден боласыңдар? Мынау осы жерден. Сен ше? Мен мына жерденмін. Ой. Шығарып салайықшы бір. Қыздар, жүрсіңдер, шығарып салайық. Жоқ, шықпаймыз біз. Жоқ, біз сияқты жігіттерден айырыласыңдар. Ой, қош келдіңіз. Шықпаймыз. Жоқ, қыздар, машинамен. Жоқ, шықпаймыз. Шықпаймыз біз. Неге? Біз мына жерде охранамыз ғой. Көреміз, көмек сөзін айта алмайтын жігіт өзіне көмек сұрауда. Тесіңдерші. Өздеріңізге белгілі, әр қаланың әкімінің ойы әртүрлі болады. Сонымен Тараз қаласының әкімінің ойы. Ал енді өзіміздің Шымкент қаласының әкімінің ойы. Жақында елбасымызбен тікелей эфирден сұхбат болған болатын. Сол сұхбат Оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданында. Бұл не деген сұмдық, жігіттер, тоқтаңдар. Мысалға айтатын болсақ, қазір машиналар жөніп жатыр, бензин өте қымбат. Қымбат. Мен соңында түсінбеймін, мен қазір нан неге қымбат? Қазір су суып кетті. Отопление жоқ. Не істейміз, Не істейміз? Сендердікі мақұл. Менікі ең күрделі. Менің ұялы телефоным әлі дейін түскен жоқ мысалға. Түсінбеймін. Оның бәрін қойып ендеш, мен қашан әкім болам бе? Тоқта, не істеп жатсыңдар? Қазір тікелей эфир болады, сөзді айтыңдар. Камера, кеттік. Қоят болады, жап. Өшір, өшір. Арап кет. Жұмыстан шығып кетеміз, қой. 18 айлық, Әкім болатын жігіт айтсай? Қой, кел жүр. Неден қорғасыңдар, Неден қорғасыңдар? Итің жаман десе намыстаранды халықпыз ғой? Туылара бейде туған жоқ, бұрған бейде иман жоқ деген. Сендер қазақ, мен қазақ. Қазақ болып, қазақ тілмен қаламыздың мәселесі айтамыздар. Не ап жүрміз? Құрметті қазақстандықтар. Қала күні жақындады. Ал әдемі қаламыздың гүлденуі бұл сіздер секілді әдемі жастардың арқасы деп ойлаймыз. Аюдың қойшықтары! Әзірді сен сүйсең, КВН-ден қалма. Бізбен сен аға, және де сұлу қала. Рахмет, қымбатты достар, енді қонақтарға кезек береміз. Ортада Алматы облысы Панфилов ауданы 5 саусақ КВН командасы. Жаркен.
Жаркенттен Шымкентке жалында сәлем. Біздің топ бес саусақ, біздің ұран алға, заула, самға, талма. Біздің ән Бағана айтқан. Ән жоқ екен ғой сендер деген. Біздің квартира трехкомнатный. Біздің тамақ Келесі. Біздің қыз біздің сериал Ханзада Жумун. Біздің мақсат Дамыған 50 команданың қатарына кіру. Біздің қала Жаркент. Біздің көрермен Шымкент. Біздің тілек Қала күні құтты болсын. Біздің әзіл қызғу. Тоқтаңдар. Немене қызғу, қайта қызғу, көеншіктің бәрі қызғу, сахнаға шығу. Ят емес пе? Қайта қызғу, о, қыз. Әрдайым аман есен жүріңіздер, Аллайым бақытты өмір сүріңіздер. Такси тоқтат тұрған жігіт деген прикол қоямыз, сіздер деп күліңіздер. Такси. Ой, қыздар шығып кетті ғой. Такси. Ассалаумағалейкум аға. Аға, Бекежанға айналып кетесіз ба? Бауырым, өзім жаяу кетіп бара жатырмын ғой. Бәрекелді, ырымға қатты сенетін отбасында болған оқиға. Ойбай, қызым келдің бе? Мама, мен келдім ғой. Еске үйт тұрма, кереген керуге болмайды босаған. Жарайда. Сықырма қызым, онсызда үйде ақша жоқ қой. Неге сықырма дейсің сен маған? Неге сықырма дейсің, сықырам? Бүйірің таянба, болмайды балам, қазақта ырым бар. Таянам. Қолың қусырма, қолды қусыруға болмайды. Немене сен мен кеш тұрса бересің? Жылама бекерден бекер, бала жыламайды бекерден бекер, жаман болады дейді. Тізеңді құшақтама. Көтерме аяғыңды көкке. Ұйықтайын. Ұйықтама, бейуақта ұйықтауға болмайды. Кеттім мен. Қаяққа кеттің? Әжетханаға. Қыбылаға қарап отырма. Ал енді Шымкент туған күніне арнау. Ай, баста десең бастайын жарандарым, аузыма атын алып бір Алланың. КВН-ің тамаша болады деп тәуекелдің тұлпарын тұмарладым. Өнерлі боп туған соң халық үшін өнерді көрсетуге құмар жаным. Арқаңда азаматтар көбейсінші, көгіңде халықтасын қырандарың. Шымкент туған күнің құтты болсын, жанымнан осылай мен жыр арнадым ай. Қара жорға болмаса, бейдің сәнні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәнні келе ме? Алған екі жолдастар, біреуін шық той бастар. Той дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Ал қалайық билеңдер, билеңіздер сүйме, басыңыздар шаттанып, қара жол. Шегінерге жол жоқ, артымызда Панфилов ауданы. Ортада Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жастар құрамасы. Олар әкімшілікке қарама-қарсы оқиды. Олар Гаранттың көршілері. Сахнада оқымау жастар құрамасы. Мерекелеріңмен. Ассалаумағалейкум Шымкент. Ассалаумағалейкум Шымкент. Қыз дайын болса біз дайын демекші. Басқа командаларды қайдам, біздің команда қыздар үшін ойнайды. Опа! Басталдан. Бірдеңе болса қыздар. Осыны білдім мен. Осыны біліп, сахнаның артына 6 қыз әкеп қойдым. Бар, соны алды бар ойнаңдаршы. Бар. Ей, бар. Ей. Тұра бер.
Құрметті көрермендер, менің достарым қыздар үшін ойнаса, ал мен Арман аға үшін ойнаймын. Өйткені екеуміз құсаймыз. Не үшін дейсіздер ғой? Екеуміз де красавчикпіз. Красавчик мне отыр. Ал құрметті көрермендер, олай болса біз әзілімізді бастайық. Өздеріңізге белгілі, кез келген қазақтың той жиынында қой сойылып, бас қойылады. Сонымен алдарыңызда қойдың басын ұйытып жатқан бала көреміз. Мен паяльный лампа, мынау қойдың басы. Кет. Өздеріңізге белгілі, кез келген телефондардың арасында байланыс толқыны болады. Сонымен алдарыңызда кекеш байланыс. Алло, Әділ қалайсың? Алло, Әділ қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, өзі қалайсың? Әділ, менде единица аз ет, өзің звондашы маған не? Құрметті көрермендер, әзілімізді жалғастырайық. Мынау отырған Арман ағамыз X070 Өктей автомобилімен жиналысқа бара жатыр. Көріңіздер. Фотоаппарат кән. Неше түсіп тастадық өзі? 16 түстік қой. 16, тағы 6-ау, арт қайда? Ал енді Арман ағамыз жиналыста. Жиналыңдар, тез. Жиналыс деді ғой, жиналыңдар. Кешегі өткен мәселені шешекші. Әр ауданға 100 есіктен бөлінді, темір есік подъезге. Дұрыс па? Сен, шеттегі. Жауап берші. Темір есік бөлінді, түсіндің ба? Мен тексеріп бардым. 75-ші жылғы есіктер тұр ғой. Менмен жасы есіктер тұр ғой. Канан темір есіктер, ақшалар қайда? Жауап берші сен, жауап берші. Не деп атсың? Болды, қой. Марат, тұршы. Марат, сен шеттегі, тұршы. Тұр. Неге сарайын соғып қойдық сендер үшін? Немдей үйлемейшілер? Немдей үйлемейшілер? Қоятын уақытыңыз. Немдей үйлемейшілер? Қарындарын өсіре бергенше үйлен баласына өсірмейсің ма? Міне үйленбей жүргендердің ахуалы мынандай болады. Қой Арман аға, ашуланбасаңызшы. Бүгін бізде қала күн мерекесі ғой. Біз сізге арнап, осы мерекеге арнап торт әкелдік. Кән торт. Тоқтар, мен келіспеймін. Бірақ сөйші? Өйткені Арман ағам КВН-де бірінші мәрте. Ареге, тілегіңіз айтыңыз да өріңіз. Тоқтаңдар, не ақ қайтып барады ма? Дайындықта келіскен жоқпыз ба? Свишаны өреді, содан кейін сразу бетіне жақ жібереміз дегенен дұры ғой? Болмайды, келіспеймін мені. Арман аға, тек қана сіз үшін оқыму жастар құрамасы ән жинақ көрсетпекші. Көреміз. Келші бағыма, әлде қайда ұшпай, келші жаным.
қалай ұмытам бәріңді оңай жаным қалай Шымкент арайлы арман жайна Шымкент шырайлы қалам Шымкент арайлы арман жайна Шымкент шырайлы қалам Құрметті көрермендер, сөз соңында айтарымыз. Шымкент ол арман қала, ал облыс асқар қала. Ал Қазақстан ол біздің еліміз. Рахмет. Иә, әкімдер туралы әзілдеуді оңай емес. Білмеймін, балалар өздерің ойнадыңдар, ары қарай қалай болатынын білмеймін енді. Мен таңертең ұшып кететін адаммын, сендер қаласыңдар. Тағы бір қонақтарға кезек берейік. Ортада Тараз мемлекеттік университеті Тараз 2000 КВН командасы. Киелі Тараздан арнайы келдік, шапалақ аяма Тараз 2000. Киелі Тараздан арнайы келдік, шапалақ аяма Тараз 2000. Шымкентім менің Шымкентім, сені қатты сүйемін, егер мені сүймесең, басқа қалаға кетемін. Осының орысшасы. Шымкент, я тебя люблю, Шымкент. Я тебя сильно люблю. Ты меня не любишь, Шымкент. Уеду в Ташкент. Шымкенттің қызы жаныңда тұрғанда, бетінен сүйіп аласың, бетінен плотно ұрғанда, есіңнен танып қаласың. Шымкентский девчонка рядом стоит, ты поцелуешь ее, он жамбасын лақтырады, ты жер поцелуешь. Міне орысшам мен. Шымкентте өте қатты жаңбыр жауды, талдар душқа түскендей шомылып алды. Кенеттен жаңбыр жаумай қалды, талдар душта су бітіп қалды деп ойлап қалды. В Шымкенте сразу пошел дождь, потом все деревья, машалки вот так сделали. Потом дождь остановился, думали, отключили свет. Свет! Айтшы, біз теперь перед вами хороший тақпақ, орындайды табақ. Встречайте! Азанғысын автобусқа мінесің, университеттен сен түсесің, қайтадан автобусқа мінесің, үйіңнен қайттан түсесің. Утром ты сядешь в газель. Орысшасы мягкий қосып отқан. Потом в университет заходишь. Потом выходишь, домой придешь, мама, папа, привет, говори. Ал енді алғашында бұнда жастар, мереке күнімен шынымен біздің Олжас деген бауырымыз өзінің өлеңін айтады, Арман аға сізге арналады. Мен де атым Арман, тезка, извини. Баста! Өлең. Айтшы. Жалдызы түнде ашқаламан, қайтейін шырылдаса асқазынан, ағарып атса таңға қимаймын, он бөлкен нанға тоймай. Шабалдан қадыраға! Зажигай. Әке, жасыңыз нешеде? 14-те. Кешіріңіз. Жігіттер, Құдай қаласа бүгін әкімнің кубогы. Алла бұйырса, қазір Алқас қаласы ұтып аламыз. Құдай қаласа. Қонақ жай қалып қой Шымкент. Таразда бермен кімге береді деп айтып қойсам біле ғой. Берге бауырым, сен бүгін отырыс болады. Шымкенттен Қатын көпірінің қарама-қарсысында бір үй бар. Сол жерден бір үй аламыз. Сен ақшаны алып келесің ба? Ана бара бер. Сен не алып келесің? Музыкальный центр, квартираның ақшасын бәрін өзім көтеремін. Молодец, болды. Жігіттер кетті онда. Не сенсің, аға? Оу, мен не алып келейін? Құдай үшін тойып кеш, үйіңнен тойып кеш, Құдай үшін. Құрмет көрмені тамашалайық. Шымкент қаласындағы бір түрлі банк тонау. Жат демейсің, жат. Таңғы жаттығу бастаймыз. 1, 2, 3. Шымкент қаласы орталық аурухана, операционный болған оқиға. Кеттік.
скальпель. Кестім. Бинт. Не, алып кеші бір нәрсе. Ау, сұрасай менен бір нәрсе кішкене. Тұрық қой nerede? Есімің кім? Олжас. Арман. Әй, өліп кетті. Адам болмайды. Адам болмайды. Кім баласы еді? Прокурордың. Ей, болсын дұрыс жігіт. Пойызда сұлу қыз, сұлу жігіт тамашалаймыз. Құрметті жолаушылар, Көкшетау Қызылорда пойызы екінші жолға кеп тоқтады. Тұру уақыты 40 минут. Екі ақмақ шыбын өлтіріп атқан жігіттер. Өлтіреміз ба? Шыбын өлтірейік. Өлтірейік. Аңғарға үркіш жіберме. Құлады. Құлады ма? Аха. Давай ең шешіндірейік. Не дейсің? Шешіндірейік анан. А? Шешіндірейікші. Мә шешіндір. Тырнағын алып бер. Вечерге тарт. Подружкаларың бар ма деп қойсай ма? Аяғын қайраз бер, Шымкент күні құтты болсын деп қой ма? Өткенде балдармен бір-екеуін ұстап шешіндіргенбіз. Ол маса етін, бұл шыбын. Ұмбаған бесіктен бері шықпаған шыбын шешіндірем дейді, ұмбаған. Жылама айналайын. Арғара, тамашын телефоның бар ма? Ойнап атырым мен. Үйге қайтсын бұл, үйге қайтам дейді. Құлап қалды ғой? Жаяуын барам дейді, жаяуын. Шамалақтар қатыра кені. 1941 жыл қан майдан соғыс. Кішкене жайшы түкірін бетіме тиіп атырмын. Командир мырза, азайып баратырмыз, көмекке шақыру керек. Шақыратын мағай, көмекке шақырсын, хабарласын телефонмен. Хабарласатын адам келген жоқ. Ол қаяқта? Апасын қырғында. Өзің отыр, тез-тез хабарлас. Бол, уақыт жоқ. Тез-тез көмекке шақыр. Бек. Не істедің? Единса жоқ, маяқ тастадым, өздері звондайшы. Мына бүгін Шымкент қаласының туған күні, Құдай қаласа. Осында ұйымдастырып жатқан өте көп рахмет. Тараз қаласынан қонақ болып келіп отырмыз. Тараз бен Шымкенттің ара қашықтығы 160 километр. Тараз Шымкент туысқан, бірлігіміз жарасқан. Шымкент біздің сүйікті қала, әрқашанда келеміз, Құдай қаласа. Егер сіздер бізді ұмытпаңыздар, Тараз 2000 қаласы әрқашанда сіздерді ұмытпайды. Біздің де, мынаның да жүрегінде қаласыздар. Шамалақтарыңыз кетті! Сүйікті қала, келеміз тағы да, ертеңде осында, бізді ұмытпа, әдемі қыздар, бізге қосылыңдар, шапалақ аяма, арнайы Тараздан, көңілді жігіттер. Тараз 2000 КВН командасы бірнеше республикалық байқаулардың жеңімпазы, биылғы жылы республикалық премьер-лига ойындарының финалына жолдама алған команда. Қымбатты достар, тағы бір финалға жолдама алған команда оңтүстіктің мақтанышы деуге болады. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласының құрамасы. Қалайсың, Чубак? Сал мен амындысы? Қалайсыңдар, Чубактар? Араларында қыздар отыр ғой олардың. Қыздар? Қалайсың, Чубошкалар? Қандай Чубак, қандай Чубошкалар? Қуатжан, халықпен нормаль амандасай, мәдениетті түрде. Саламатсыздар? Армысың, Алатаудай қалың елім? Шымкентке гүлдей болып тағы келдім. Құлпырамын әрқашанда, кетпеймін мен бұзылып. Алдыңызға келіп қалды нәзігілің сызылып. Көбісі айта деген, Арыстың жігіттері ән айтамайды деп. Кім айтып жүр оны?
Кеттік па? Абыз келді, келіп қалдық қалай жағдай, жүрсіңдер ме ауырмай, келдік Алматыға, неге стройкама, Құдай сақтасын КВН-ге, зал, қарсы ал, арыз келді. Ал енді арыстың жаңалықтары. Кеше Арыс қаласында жас нәресте дүниеге келді. Оның атын Мендерес деп қоямыз депті. Сөйтсе атасы қарсы болып, мәрмәрдай қоямыз депті. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма деген мақал біздің ауылдың 85-тердіге бүттетік қатысы жоқ. Шетел жаңалықтары. Шетелдік футболистер көп нәрсе жарнамаға түсіп жатыр екен. Месси Пепсиге түсіпті. Терри Анри Toyota Camry'ге түсіпті. Оны естіген Қазақстан футбол құрамасының қақпашысы Давид Лория «О, моя горя» деп айтады. Батжан, бүгінгі ойынға әкім ағаның өзі келіп отыр екен. Ұш? Әкім ағаның өзі келді. Әкім ағаның өзі келіп отыр? Кеттік онда. Стамина мина, вакка вакка, стамина мина, намина мина. Әкімнің кубығы. Чубақтар. Сонымен Арыстың әзілдері everybody shot. Дискотекадан мүлдем қалмайтын қыз өзінің әкесін шақыруда. Папа! Не? Пап переберекано. Арыс қаласында дискотекадан шыққан ит. Everybody сонымен біз Қазақстан-Турция футбол ойындарынан тікелей репортаждарымызды жалғастырамыз. Қазір міне түріктер оң қапталдан шабуылға шықты. Нихат міне біздің екі бірдей қорғаушыны алдап өтті. Үміттің бәрі Сидельниковте. Нихат удар! Гол! Есеп 2-0. Түріктер алда. Қақтан салды? Сымақ қайтып ойнандырсын сәл. Арттың бәрі ашық қой полный. Анан кім Нихат жібермеңдерші, басын абет өтіп кетіп. Құрмет көрермендер, сонымен дәл ойынның үстінен репортажын жалғастырамыз. Сонымен біздің эфирде Қазақстанның қақпашысы Сидельник мырза. Қақпаңызға тұрыңыз. Мынау мен қақпам. Жалпы Сидельник мырза өткенде Англиядан 7 гол, 5 голма кірді. Кеше Түркиядан 3 гол кірді. Көңіл күйіңіз қалай жалпы? Қалай болушы еді, көрерім саған солай кірсе. Бәрекелді, сонымен міне қазір. Қақтансың сен? Арыстан. Кесе көмектесі. Арыс жинал. Оң қапталдан міне. Міне қазір Нихат тағы да шабуылға шықты. Қақтан Нихат? Оң қапталдан. Жап. Нихат. Кімсің сен? Комментаторым. Қақтың? Арыстың. Көмектесің? Давай, міне Нихат. Удар! Сидельников өз орында. Міне құрметті көрермендер, біз барлығымыз біріксек, қандай да болмасын соққыға төтеп береміз. Гол! Айттым мен саған, Карпович туплем ойнамақ қой дедім. Одан кейін бір голдан кейін ауысамыз деп қой. Құрметті шымкенттіктер, біз бұл футболды көрсетіп, сіздерге біз Қазақстанның футболы нашар деп айтқымыз келген жоқ. Қазақстанның футболы өте нашар. Ал енді мына ойын соңында мен өзімнің бір тақпағым бар еді, айтсам бола ма? Әкім ағаға арналған. Құтты болсын әкім аға кубогыңыз. Әкім аға кубогыңыз болсын құтты. Болсын әкім құтты аға кубогыңыз.
кубогыңыз болсын, әкім аға құтты. Құрметті Арман аға, осы әкімнің кубогын ұйымдастырып беріп жатсың. Базар жоқ. Базар жоқ, ұрсамыз. Құрметті шымкенттіктер, ауырмаңыздар, дәрі ішпеңіздер. Абай жолығамыз. FM тобының клипін көріп отқан түркістандық екі жігіт. Айналайын құдайым-ау, анау не деген сұмдық тырдай жалаңаш үш қыз жабысып билеп жатыр, не деген сұмдық, айналайын-ау, анау мынаны көрген қазақ жастары қандай тәлім тәрбие алайыншы, қандай... Жәке. Құрметті достар, еріншек боксшы, көріңіз. Рахмет. Құрметті достар, шымкенттіктердің жүрмейтін жері жоқ. Я, біздердің жүрмейтін жері жоқ. Сонымен ағылшын сабағынан көріңіз. Балдар ағылшын сабағы кән Нұрхан. Уишинг деп айтшы, уишинг. Қандай? Уишинг. Уишинг. Мынауың шымкент отыр екі. Кәне, ыбырай жаным, уишинг деп айтшы. Уишинг. Мынауыңда шымкент тұғай, отыр екі. Қайтар кәне, уишинг деп айтшы. Уишинг. Молодец, тікір тағайшы. Уишинг. Молодец, бес. Уш. Қымбат көрермендер, кез келген үйлену тойының соңында келіншек бойжеткендерге гүл лақтырады. Оларда содан көрініс. Сөзін беретіндеріңіз қосылып отырыңыздар. Қыздар, артыма тұрсаңыздаршы, мен жаныма қарай лақтырмаймын ғой. Қыздар, дайынсыздар ма? Дайын. Мен 1, 2, 3 деген кезде лақтырам. 1, 2, 3. Екінші байға тиген кезде тағы да керек болады. Рахмет. Құрметті достар, полиция бөлімшесінде болған оқиға. Иә, тыңдатам. Алло, бұл полиция бөлімшесі ма? Иә, не болды? Біз неге ұры түсті? Ұрға берші тез, ұрға бер. Не болды? Алло, бұл полиция бөлімшесі ма? Иә. Мен папам мен мамама сәлем жолдайын деп едім. Нау. Алло. Бұл полиция бөлімшесі ма? Ойнама деймін ол саған. Алло, бұл 02 ма? Иә. Братан, номеріңіз күртіңіз, сатыңыз, пожалуйста, братан. Жапон халқы соңғы шығарған робот өтірік айтқан адамның басынан ұрады екен. Сол робот қазақ елінде. Айналайында ұлым-ау, айналайында балам-ау, не деген сұмдық сабақты біткенде 5 сағат болды, қайда жүрсің? Ой, мен кітапханада жүрмін ғой. Өтірік айтпа да, бәлем бәрін біліп тұр ғой. Бәлем бәрін біліп тұр, қайда жүрсің? Апай, не теске дайындалдың? Өтірік айтпадан да бәленің бәрін біліп тұр, айт демей саған. Балдар, мен карта ойнадым. Ойбай, карта ойнадым, мен айналайын-ау. Мен сендей жасымда әкем менің есіктің алдында ас ойнауға шығармайтын тұғын. Бәрім қойшы, айналайын-ай. Сен ертең ұбыты келатыр, тест келатыр. Сен оқуға қалай түсесің? Ойбай, сатып алам ғой. Ұбыты бәрі сатып отырсың. Ойбай, сатып алам деп қояды. Біздің Қазақстанда ешқандай коррупция деген жоқ. Біздің Қазақстанда бәрі әділ. Отаға сау. Кем қатынауына балаңмен сөйлеші, түсінбедім. Неменеге осы балаға ұрса бересің? Тем более өзіңе туған бала. Құрметті достар, барлығымызға белгілі Олимпиада чемпионы Ольга Шишигинаны ауылдың қара домалақ баласы алып қашып кетті. Сонымен көреміз. Ойбай, келінжан, отпустите меня. Келінжан, кел. Вы! Келін, айналайын жалма. Бәрімізді өсіп бегеміз, шырағым. Ажешка, поймите меня, я не могу, мен жігітім бар менің. Қойшы, айналайын шырағым, менің үстімен аттап кетпейді шығарды шырағым. Ну, Ажешка, поймите, вы вообще. Қымбат көрермендер, біз үшін, шымкенттіктер үшін қайғылы ән. Әннің аты шымкенттіктерден жалыққан қазақстандықтар деп аталады. Орындайтын Алматының жігіті. Алматыда шымкенттіктер қаптаған, Атырауда сауда істеп жатпаған.
Астанада 80% Шымкент, 50 градус аязында қатпаған. Ей досым, шеші Шымкентім, дәстүрімді сақтаған, Түркістан келіп қалам. Мен сенем, Түркістаным мақтанам, мен сені сүйем, Түркістан. Ей досым, жан-жағына қарашы, алда енем Атырау, күллі қазақ даласы. Оңтүстік, солтүстік боп бөлінбе, бірлігіміз жарасқан. I love you, Шымкент. Рахмет бауырым, енді аяғым жуда жат. Қымбатты көрермендер, жалпы соңында айтарымыз, барлық командалар бүгін сүйікті қаламыз Шымкентті туған күнімен құттықтап жатыр. Ал біз рухани Астананың жігіттері нағыз өзіміздің руханилығымызбен құттықтаймыз. Туған күнің мүбәрәк болсын, Шымкент. Біз сені сүйеміз. Абыройын асқақтаған шын қала, сәлемдедік рухани Астана. Мақтанам өзіңмен сақтаған дәстүрді, Шымкент. Елімізге берікпіз, дос болғанға серікпіз. Мен сені сүйем. Мен сені сүйем. Мен сені сүйем. Мен сені Бәрекелді қымбатты достар, мінекей бүгінгі қала күніне мерекесіне орай Шымкент қаласы әкімінің кубогы үшін республикалық КВН фестивалінің мәресі жақындап қалды. Қазір сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі сайысқа түскен барлық команданы ортаға шақырамыз. Командалар ортаға. Қазір алқасы дайын болса, біраз уақыт бар ау деймін. Оған дейін Қазақстан КВН одағы атынан бүгінгі сайысқа ақпаратты қолдау көрсеткен үшін Қазақстан Шымкент, Айғақ және Астана 7-ші арна телеарналарына үлкен алғысымызды айтамыз. Сонымен қатар Шымкент қаласының әкімдігіне де ерекше алғысымызды айтамыз. Бұл бастамасы Арман мырзаның әрине қолдау бойынша келер жылда да осындай үлкен фестивальді республикалық деңгейде нағыз мықты командалардың қатысуымен өткіземіз деген ойдамыз. Оған Шымкент қаласы әр уақытта дайын. Қымбатты достар, олай болса, қазір алқасына сөз кезегін берейік. Бүгінгі сайыс туралы өзінің жылы лебізімен Қазақстан Шымкент телеарнасының басшысы Ғалым Омарханов ағамыз. Құрметті жастар, бүгін енді барлық команда мүшелері өмірдің өзекті мәселелерін алып, соны астарлы әзілмен жеткізе білді. Бірақ біз мына жерде ақылдасып отырып қарап отырмыз, барлығымыз Алматыдан келген жігіттердің мәселен аялдаманыңкі, сонан кейін қоншықтардікі, барыстікі өте бір сәтті ойын болды. Сондықтан алдағы уақыттарда осы талаптарыңа нұр жауып, жаңа биіктерден көріне беріп тілегімізді білдіреміз. Бәрекелді қымбатты достар, және бүгінгі сайыста алғашқы 3 орын алғанға сыйлықтарымыз бар. Жігіттер ұйымдастыру алқасы сыйлықтарды ортаға алып келсеңіздер, мүмкін болса. Бүгінгі сайыс туралы өз пікірімен Бақай тобының әншісі Бек Шәріп. Бек Шәріп. Ассалаумағалейкум, көрермендер. Жалпы бүгінгі ойын өте керемет болды, өзгеше деп айтуға болады. Әсіресе бүгінгі ойында маған жұмыр қатты ұнады, жалпы. Сосын Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жастар.
тек қана сіздерге сәттілік тілейміз. Жалпы арыс бұрыннан ұнайтын, бүгін кішкене дайындықсыз келген секілді. Арыс сіздерге айтамыз, әрқашан дайындалып, жақсы, әр неде бір жақсы бір көрініс көрсететін едіңіздер. Мен соны күткен едім. Халықтың бәрі соны күтті сіздерден. Көп рахмет. Рахмет. Және біздің клипмейкер, имиджмейкер, өзінің туған қаласын патриоттық сезіммен қайтадан оралған, Алматы қаласынан арнайы оралған Жәнібек Жанқараев. Кешір достар, шында да бізге кішкене қиын соғып отыр, орын-орынға бөліп беру мәселесі дегендей. Жалпы менің өзімнің жеке пікірім, маған бүгін өте қатты ұнаған команда осы туған күнге қатысты. Былайша айтқанда біздің темадан шықпаған, нағыз точкаға түскен, мен ойлаймын, оқымау деп. Жалпы менің өзімнің тілегім келешектегі, біздің кезімізде ондай болған жоқ, бізге бұндай ақмағалар келіп, ойынымызды ешқашан көрмеген біздің заманымызда. Мен тілерім осындай торттарда свечалар көбейе берсін. Рахмет. Марат Дұстаев, жағы неке сарайын ашып берді, соны бір анықтап айтшы осы шынымен. Барлығының арманы сол, білу. Неке сарайы туралы айтатын болсам, Құда қаласы той мендік жылы өтсе деген ойым бар. Ешқайсың шақырмаймын, құрметті көмешіктер. Ойнап айтам. Тойым бол жатса ести жатасыздар, әлі ойда жоқ негізі Есін аға. Неке сарайы деген жақсы ашылды ғой. Құда қаласы неке сарайы қазір ашылды. Енді үлкендеу бір тойхана ашылса, әкімшіліктің атынан. Зал тегін берсе бір бәле өткіземіз ғой дегенсің ба? Құрметті достар, біріншіден осындай мерекелеріңіз құтты болсын. Шымкенттің туған күні, ол сіздердің туған күндеріңіз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Екіншіден, жаңа Жәнібектің айтқан әңгімесіне қосыламын, әрине. Бүгін ұнаған командалар, сол Түркістан, Оқмудың жастары бүгін жақсы өнер көрсетті деп айта аламын. Аю қонжықтары ұнады. 8-ші мектеп, Дулати жастары. Білмеймін, осы күнге дейін қатты ұнай бермейтін негізі бір команда бар араларыңызда. Бүгін маған өте қатты ұнады. Жұмыр Алматы, көп-көп рахмет сіздерге. Бүгін жақсы өнер көрсеттіңіздер. Келесі жолы Хамид алып тастаңыздар, вообще мықты өнер көрсететін жарыстар деп ойлаймын. Рахмет. Болды деймін. Есін жас болдыңыз ба? Жақсы. Сөзім жетпей кетті. Және бүгінгі Қазір алқасының төрағасы Болатбек Төлеген. Жалпы жаңа қазылар жалпына бүгін ойын барлық командалар жақсы ойын көрсетті деп айтуға болады. Мынау 8-ші мектеп оқушыларды болашағынан үлкен үміт күттіреді. Жалпы мынау бүгінгі өте қазылар алқаларына ұнап отқан Оқмудың жаңа несі ұнап жатқан сияқты. Сондай-ақ жұмыр Тараз қаласынан келген Тараз қаласының командаларды біршама жақсы өнер көрсетті деймін. Жалпы осындай ауылда да жақсы өнер көрсете берулеріңізге тілектесім. Рахмет. Рахмет, қымбатты достар, енді бәрін айтты, бірін айтты. Енді қазір марапаттауға көшсек, марапаттау рәсіміне осы үлкен мерекелік кешке мұрындық болған Шымкент қаласы әкімі Арман Жетпісбаев мырза мен Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Бахадыр Нарымбет мырзаларды ортаға шақырсақ. Диплом, яғни марапаттау, сайысқа қатысқан үшін дипломдар. Команданың атын айтаймыз және командаларға бір-бірлеп беріп тұрамыз. Бахадырға. Мен оқып тұрайын онда. Иә. Қала күні мерекесіне орай Шымкент қаласы әкімінің кубогы үшін республикалық КВН фестивалінде өнегелі өнер көрсеткен үшін Оқму жастар құрамасы КВН командасы марапатталады. Оқму жастар құрамасы, бәрекелді. Команданың атын айтып тұрсаңыз болды. Дәл сондай дипломмен Аюдың қонжықтары.
Дәл сондай дипломмен Барс КВН командасы марапатталады. Барс КВН командасы. ХКТУ. Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан. Қошемет. Көңілді жігіттер. Көңілді жігіттер. Шымкент қаласы, нөмірі 8-ші мектеп гимназия. Қызылорда жастар құрама командасы. Қызылорда жастар құрамасы. Аялдама командасы. Аялдама командасы. Ыбырай шәкірттері командасы. Жаркент, 5 саусақ. 5 саусақ, Жаркент. Экспресс КВН командасы. Экспресс Ақтөбе. Арыс КВН командасы. Арыс КВН командасы марапатталады. Енді орындар, 3-ші орын. Сандық музыкалық орталық қай команда ие болды? 3-ші орын. Біледі екенсіңдер ғой? Тараз 2000. Тараз 2000 КВН командасы. Екінші орын. Екінші орын. Екінші орын Жұмыр командасы. Жұмыр Алматы. Теледидар. Және бас жүлдені. Қала күні мерекесіне орай Шымкент қаласы әкімінің кубогы үшін республикалық КВН фестивалінде өнегелі өнер көрсетіп, бас жүлдеге ие болған Оқыму жастар құрамасы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жастар құрамасы республикалық КВН фестивалінің бас жүлдесіне ие болды. Бас жүлдеге компьютер сыйға тартылды. Қымбатты достар, баршаңызға рахмет. Қала күні құтты болсын. Шымкент қаласы нағыз патриоттар қаласы. Келесі қазақша КВН ойындарында кездескенше сау, саламатта болыңыздар.